Өткен сабақтың соңында біз келесідей тұжырымға келген едік. Бізде егер осындай қарапайым иң тірек бар болса, біз осы иң тіректі сипаттайтын теңдеулер жүйесін төмендегідей етіп жазып көрсетсек болады деп, және де бұны біз күш моментінің теңдеуі деп айтқан болатынбыз. Осы формуланы қолдану үшін бізге d1 және де d2 арақашықтықтары белгілі болу керек. Яғни бұл жердегі d1 арақашықтығы деп отырғанымыз осы иң тіректің сол жақ ұшынан тірек нүктесіне дейінгі арақашықтық. d2 арақашықтықта сәйкесінше сондай арақашықтықты білдіреді. Бұл жердегі F1 және F2 күштері сәйкесінше осы ұзын тақтайшаның ұшына түсірілген күштер. Яғни біз осы төрт бірдей физикалық шаманың бір физикалық шама белгісіз болса, төмендегі теңдікті қолдана отырып есептерді шығара аламыз. Енді біз осы формуланы нақты мысал үшін қолданып көрейік. Бізде осындай бір иң тірек бар болсын, және осы иң тіректің сол жақ ұшында қандай да бір дене орналасқан. Және де бұл дененің рычагтың оң жағына әсер ететін күшінің шамасы 100 ньютонға тең болсын. Яғни осы 100 ньютон күшпен рычагты сағат тілінің бағытында, яғни солдан оңға қарай осы рычагты қозғалысқа келтіреді. Енді қозғалысқа келгеннен кейін, яғни осы 100 ньютон күш рычагтың оң жағын жерге қарай басып кеткеннен кейін, айталық біз осы 100 ньютон күшті жоғары қарай көтеру үшін небәрі 10 ньютон күш түсіре отырып, 100 ньютон жүкті көтеру үшін біздегі ара қашықтықтың шамасы қандай болу керек? Яғни бірінші ара қашықтық бұл осы тірек нүктесінен 100 ньютон күш түскен жерге дейінгі ара қашықтық. Бұл ара қашықтықты біз мысалға d1 деп белгілеп қояйық. Ал екінші бір ара қашықтық 10 ньютон күш түсірілген жермен осы тірек нүктесіне дейінгі ара қашықтық болады. Яғни d1 ара қашықтықтан мына ара қашықтықты біз егер d2 деп белгілер болсақ, d2 ара қашықтық қанша есе көп болған жағдайда біз осы 10 ньютон күштің көмегімен 100 ньютон күш әсер етіп тұрған денені жоғары қарай көтере аламыз. Осы есепті шығарып көрейік. Ол үшін біз өткен сабақта айтып кеткен осы күш моментінің формуласына жүгінеміз. Яғни F1 күш бізде 100 ньютонға тең болсын деп алайық. Өйткені бұл d1 ара қашықтыққа сәйкес келіп тұр екен. Олай болса, бірінші F1 күштің орнына жазамын. 100 ньютон көбейтілген d1 ара қашықтық бізде тең болу керек. F2 күш бізде ол 10 ньютонға тең болады. 10 ньютон көбейтілген d2 ара қашықтық. Енді біз теңдіктің екі жағында 10-ға бөліп жіберетін болсақ, онда мына жерде бізде 10 d1 күш тең болады d2-ге. Енді біз бұл жерде қандай қорытындыға келеміз? Теңдіктің екі жағы тең болу үшін бізге d2-ге 10 деген сан жетпейді. Яғни біздегі d2 ара қашықтық d1 ара қашықтықтан 10 есе көп болған жағдайда ғана мен осы 100 ньютон күшті 10 ньютон күш түсіре отырып жоғары қарай көтере аламын дегенді білдіреді. Ол үшін қайталап айтамын, шарт менде d1 ара қашықтықтан d2 ара қашықтық 10 есе үлкен болу керек. Сонымен осы формуланы қолдана отырып байқадым. Яғни бұл деп отырғанымыз, егер біздегі d1 ара қашықтықтың мәні мысалға 5 метрге тең болса, онда d2 ара қашықтық одан 10 есе көп болу керек. Яғни 50 метр ара қашықтыққа тең болу керек деген сөз. Яғни осы шарт орындалған жағдайда қана мен 100 ньютон күшпен әсер етіп тұрған денені 10 ньютон күш әсер етіп ап, осы денені биіктікке көтере аламын деген сөз. Бірақ бұл жерде тағы бір ескерте кететін жайт, егер біздегі денені көтеру биіктігі көп биіктікке көтеру керек болса, онда біз сәйкесінше осы әсер етуші нүктеден денені төмен қарай түсірудің де ара қашықтығы бізде көп болады деген сөз. Яғни мысалға мен 1 метр биіктікке көтеру үшін мынаны мен 10 метр биіктікке дейін төмен қарай түсіруім керек болады. Күштен ұтқанымызбен біз ара қашықтықтан ұтыламыз. Қаншалықты аз күш түсіріп, бұл 100 ньютон күшті жоғары қарай көтере алғанымызбен біздегі ара қашықтықтың шамасы міне көріп отырсыздар, ол 10 есеге артық болып тұр.
және де біздегі төмен қарай түсіретін арақашықтықта тура сондай пропорционалдықпен жүзеге асады. Және де біз бұл мысалды қарастырған кезде ешқандай үйкеліс күші бұл дененің қозғалысына әсер етпейді деп қарастырдық. Ал шынайы өмірде осындай механизмді жасаған кезде міндетті түрде ол жерде үйкеліс күші болады және де басқа да факторлар әсер етеді. Сондықтан да тура осы жасалынған жүйе бізде 100% шынайы өмірде орындалады деп айтуға келмейді, бірақ осы заңдылыққа жақын жүреді. Шынайы өмірде біз осындай рычаг жасаған кезде жұмыс жасау үшін қажетті энергияның қаншалықты бөлігі үйкеліске кетеді, басқа да факторлардың кедергісін ескере отырып біз сондай факторлардың барлығын қарастыруымыз керек болады. Енді біз тағы бір келесідей мысалды қарастырып көрейік. Бізде осындай бір иін тірек бар болсын. Осы иін тіректің оң жағындағы ара қашықтық бізде 35 метрге тең болсын. Яғни тірек нүктесінен иін тіректің ұшына дейінгі ара қашықтық. Ал сол жағындағы ара қашықтықты біз 5 метрге тең деп есептейік. Егер мен осы рычагтың оң жақ ұшына 7 ньютон күш түсіре отырып, оны төмен қарай түсіргім келсе, яғни осы 7 ньютон күш төмен қарай түсу үшін оң жақ рычагқа біз қандай күшпен әсер етуіміз керек? Яғни қаншалықты ауыр дене осы жерде орналаса алады? Яғни осы F күшті мен анықтап көрейін. Ол үшін күш моментінің формуласын қолданамыз. Рычагтың бірінші оң жағы үшін жазатын болсам, түсірілген күш бізде 7 ньютон оң жағына, және де ол жақтың тірек нүктесінен түсірілген күшке дейінгі арақашықтық бізде 35 метрге тең. Бұл бізде тең болу керек. Түсірілуші күш, яғни бұл жердегі сол жақтағы түсірілген күш көбейтілген ол жердегі арақашықтық бізде 5 метрге тең. Әрі қарай есептейтін болсақ, бізде бұл жерде 7, мына жақтағы 5-ті біз 35-ке бөліп жіберетін болсақ, ол жерде де 7 қалады. Тең, бұл жердегі 5 35-ке бөлініп кетті. Мына жерде тек қана бізде F күш қана қалды. F күштің шамасы бізде тең болады екен 49 ньютонға. Яғни біз 7 ньютон күшті төмен қарай түсіру үшін біз 49 ньютон күш түсіре алатындай денені қоя алады екенбіз. Егер бұл жердегі түсірілетін күштің шамасы 49-дан артық болып кететін болса, онда мына жердегі 7 ньютон күш біздегі иін тіректің оң жағын баса алмай қалады. Яғни 49 ньютонға дейінгі күштерді біз осы жерге қоя алады екенбіз. Бұл жерден тағы бізде мынандай бір заңдылық шығып тұр. Бірінші ара қашықтық 5 метр, екінші ара қашықтық 35 метр. Яғни бұл жердегі 5 пен 35-тің аралығы 7 есе. Яғни 5-ке 7-ні көбейтсек 35 метр шығады. Тура сол сияқты 7 ньютон күш түсірген кездегі біздегі пайда болған 49 ньютон күш, бұл 7 ньютон күштен 7 есеге көп. Яғни біз мынандай бір пропорционалдықты байқап отырмыз. Екі жақтағы тірек нүктесіне дейінгі және кейінгі арақашықтықтар бір-бірінен қанша есе үлкен болса, біз осы денелердің ұштарына әсер ететін күштердің мәні де бір-бірінен сонша есе үлкен болады екен. Және де бұл жердегі күш көбейтілген арақашықтық бұл жұмыстың формуласын бермейді. Өйткені жұмыс болу үшін бізге күшке ол күштің түсірілген арақашықтығын көбейтуіміз керек. Яғни мысалға 7 ньютон күшпен біз қандай метр арақашықтыққа түсірдік, соны көбейтуіміз керек. Ал бұл жердегі 35 метр бұл тақтайдың ұшынан тірек нүктесіне дейінгі арақашықтық. Сондықтан да бұл жердегі күш көбейтілген арақашықтық бұл жұмыстың формуласы емес, бұл күш моментінің формуласына жатады негізінде. Бүгінгі сабақта біз ең қарапайым механизм иін тіректің қозғалысын қарастырдық. Келесі сабақтарда тағы да бұдан күрделі басқа да көптеген қарапайым механизмдерді қарастыратын боламыз.